Армысыз көрермен, Ақшам телеарнасының баспасөз орталығында арнайы брифинг және оның тізгінінде мен Дәулет Сейітбеков. Бүгін өздеріңізге мәлім 9 желтоқсан сыбайлас жемқорлыққа қарсы күн болып есептеледі. Осы орайда бүгін бізде қонақта Ұлытау облысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің аса маңызды істер жөніндегі офицері Сүлейменова Гүлнұр Зиядинқызы. Гүлнұр Зиядинқызы, арнамызға қош келдіңіз. Солай болса, бірінші сұрақты бастауға рұқсат етіңіз. Ұлытау облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті бұл қандай орган, немен айналысасыздар? Қайырлы таң. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет ол ең бастысы біздің Қазақстан Республикасының президентіне тікелей бағынатын, есеп беретін мемлекеттік орган. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет қазіргі таңда мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын жүзеге асырады. Сонымен қатар мемлекеттік органдардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы саласындағы жұмыстарын үйлестіреді. Осындай қылмыстарды ашу, тергеу, алдын алу, осы салада жұмыс жасаймыз. Жалпы осы біздің Ұлытау облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыс қалай жүріп жатыр? Осы жыл басынан бері қанша факт тіркелді? Ағымдағы жылдың өткен кезеңінде 27 дерек тіркелді. Олар егжей-тегжейлі тергеп тексеру нәтижесімен 14 дерек бойынша қылмыстық істер сотқа негізінде қарау үшін жолданды. Қалған қылмыстық істер қазіргі таңда тергелуде. Жалпы әрбір дерек бізде тексеріске ұшырайды және жан-жақты қаралады. Сонда қаншасы расталды? Осы 27 деректің барлығы расталды ма әлде? Барлығы енді жұмыс жүргізілуде әлде. Оны қазіргі таңда ерте айтуға. 14 дерек расталып сотқа жолданды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы волонтерлік жобасы жайында айтып өтсеңіз. Қазіргі таңда жақсы, мысалы әлеуметтік желіде жақсы дамып жатқан бір саланың бірі деп ойлаймын. Біздің осы ағымдағы жылдың тамыз айынан бастап сыбайлас жемқорлыққа қарсы волонтерлік атты жоба іске қосылды. Қазіргі таңда біздің қатарымызға 77 волонтер ерікті болып қосылды. Жобаның басты мақсаты ол бей-жай қарамайтын азаматтарды, мемлекеттік жаңағы ұйымдарды, квазимемлекеттік секторларды, бизнес өкілдерін осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске тарту. Волонтерлермен бір қатар жұмыстар жүргізіліп жатыр. Олар ең бастысы біздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетімізді қалыптастыруға өздерінің үлестерін қосуда. Сонымен қатар мемлекеттік сатып алу саласында мониторинг жүргізеді. Өздеріңіз естіп жатқандай қазіргі таңда біз ресми сайтымыз бар. Соған барлық волонтерлердің жетістіктерін жариялаймыз. Сонда олар біздің осы Ұлытау облысы бойынша қаражаттың тиімсіз жұмсалуына өздерінің үлесін қосуда. Және осы волонтерлардың арасында консультация жүргізетін адамдар да бар. Оның бәрі тегін осы жоба аясында жүзеге асырылады. Осы сыбайлас жемқорлыққа қай сала бейім? Осы ағымдағы жылдың басында біз Telegram каналы арқылы анонимді сауалнаманы іске қосқанбыз. Ол біздің мемлекеттік институттарға азаматтардың сенімділігін және өзіміздің жұмысымыздың бағытын, тиімділігін анықтау үшін жасалған болатын. Бұл ретте біздің Ұлытау облысының тұрғындарының пікірінше сыбайлас жемқорлыққа бейім органдардың бірі ол енді респонденттердің айтуынша құқық қорғау саласы және сот саласы бірінші орындалады. Одан басқа жағымсыз үштікке білім және денсаулық сақтау саласы. Дегенмен бұл азаматтардың пікірі нақты статистика емес. Өзіміздің тарапымыздан сыбайлас жемқорлыққа әрбір мемлекеттік орган бейім деп санаймыз және әрбір мемлекеттік орган өз тарапынан ішінде осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстарды жүргізу міндетті деген ойдамын. Ал оларды алдын алу бойынша енді қандай жұмыс жүргізіліп жатыр? Сыбайлас жемқорлықты алдын алу үшін енді превентивті шаралар қолданылуда. Ең бастысы ол ағарту жұмысын кең тарату деген ойдамыз. Сол себепті біз лекция бәрін жүргіземіз, дәрістер осы адамдарға түсіндіріп, бұл ұғымның қаншалықты бізге зиян екенін. Ағарту жұмысын біз мектеп қабырғасынан бастадық, яғни үлкен жоғарғы сынып оқушыларынан бастап колледж бен университет студенттеріне,
мемлекеттік органдарға осы сыбайлас жемқорлықтың ұғымын, оның зияны туралы түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Одан басқа осы жүргізіліп жатқан іс-шаралардың бәрін кеңінен бұқаралық ақпарат құралдары арқылы кең таратамыз. Өзіміздің превенция басқармасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтер жүргізеді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жемқорлыққа тәуекелдердің сыртқы талдауларын жүргізеді. Мемлекеттік сатып алудың мониторингін жүргіземіз және басқа да шаралар. Жақсы, осы жемқорлықтың қандай түрлері бар? Заңнамада сыбайлас жемқорлық жасаған үшін келесі түрлер бойынша қылмыстық жауаптылық көзделген. Ол қызметтік өкілеттікті теріс пайдалану, билікті асыра пайдалану, кәсіпкерлік қызметке кедергі жасау, заңды кәсіпкерлікке кедергі жасау, пара алу, пара беру, параға делдалдық жасау, қызметтік әрекетсіздік, сонымен қоса алаяқтық және сеніп тапсырған мүлікті жымқыру. Бұның барлығы қылмыстық жауаптылықты қамтиды. Сыбайлас жемқорлықты, оның ішінде тұрмыстық жемқорлықты жою үшін кешенді шаралар қолдану керек. Ол үшін қоғамның, азаматтардың үлесі өте зор болады деп ойлаймын. Сыбайлас жемқорлыққа мүлдем төзбеушілікті таныту керек адамдар. Яғни ондай жағдай орын алып жатқанда біздің 14-24 деген орталығымыз бар. Сол арқылы бізге тәулік бойы жұмыс істейді. Хабарласып айту керек. Сонымен қоса біздің мемлекеттік аппарат өкілдерін және бизнес қауымдастықтарын парасатты мінез құлықпен мотивациялау барысында қол жеткізіледі деген ойдамыз. Жалпы сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат, сыбайлас жемқорлық экономикалық және беделді түрде тиімсіз болатын жағдайды құруға бағытталған осы саясат. Рахмет. Осы жемқор адамды 5 сөзбен сипаттап беріңізші. Өзіңіздің ойыңыз бойынша. Жемқор адам деген, менің ойымша, енді ол еліміздің экономикамызға зиян келтіретін, балалардың болашағына балта шабатын, өз жеке басын ойлаған, патриоттық сезімі жоқ, ақшаға құныққан адам. Жақсы. Осы Қазақстандағы сыбайлас жемқорлықты қашан жоямыз? Түбегейлі балта шабылады ма бұған? Енді ол барлық қоғамның үлесін қосатын, үлесімен жүзеге асырылатын ұзақ және күрделі процесс деп ойлаймын. Ең бастысы ол сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік мәдениетті қалыптастыру. Бұл ретте еліміздің әлем бойынша сыбайлас жемқорлықты түбегейлі жеңген мемлекет жоқ дегенмен оны азайтуға жақсы бағыттағы жұмыс жасап жатқан мемлекеттер бар, солардың қатарына кіруіміз керек. Бұл ретте адамның санасын өзгерту керек. Ол үшін ұрпаққа өнеге көрсетіп, адамдардың санасын өзгерту керек. Егерде сыбайлас жемқорлық көріністеріне тап болып жатқанда, оны шыдамай, төзбей, оны тиісті уәкілетті органдарға хабарлап отыру керек. Сонда ғана жеңеміз. Рахмет. Сіз жаңа өзіңіздің жұмыс барысымен және өткізілген шаралар туралы айттыңыз. Енді болашаққа жоспарларыңыз қандай? Агенттікпен және жергілікті департаменттермен бірлесіп құрылған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің картасы әзірленген болатын. Онда біздің облыс бойынша енді біздің облысқа өзекті бағыттар қосылған. Оның ішінде жаңа облыстардың құрылуы, жолдар мен инфрақұрылым, экология, ауыл шаруашылығы. Осы бағытта карта бойынша алдағы жылы жұмыс жасайтын боламыз. Рахмет көп, Гүлнұр Зиядинқызы, осылай арнамызға келіп сұхбат бергеніңізге. Енді болашақта жұмыстарыңызға толағай табыстар тілейміз. Сонымен қатар осы жемқорлықсыз қоғамға қадам басуға шын ниеттеспін. Сонымен қатар осындай еліміздің даму жолында жасап жатқан істеріңізге толағай табыстар тілегім келіп отыр. Көп рахмет. Сізге рахмет. Қымбатты көрермен, бүгінгі брифингіміз өз мәресіне жетті. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.